Кеш жарық қымбатты оқушылар, бүгін 21 сәуір сандық сипаттамалар сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың жалпы қысқаша жоспарымен таныстырып өтейін. Бірінші бүгін әдеттегідей миға шабуыл тапсырмалардан бастаймыз. Кішкене логикалық есептер қызықты. Қайталау, өткен сабақтар бұған дейін өткен тақырыптарды қайталау ретінде есептер, тапсырмаларды орындайтын боламыз. Одан кейін бүгінгі сабақта жалпы аралас типтегі есептермен жұмыс. Миға шабуыл бір тапсырмасы берілген экранда көрініп тұрған суреттен көріп отырғанымыздай, бұл жерде берілген есептің шарты бойынша бұл фигураның, яғни бойылған бөліктің ауданы нешеге тең болатындығын анықтауымыз керек. Яғни мына берген фигураның қысқа бөлігі, яғни ені 3 см болатында, жалпы ұзындығы 14 см. Олай болса, бойылған бөліктің ауданын қалай анықтаймыз? Жауаптарыңызды чатқа жазыңыздар, немесе микрофонды қосып, дауыстап айтсаңыз. Бұл есепте мына берген фигураның қысқа бөлігі, яғни ені 3 см екендігін көріп отырмыз, одан кейін ұзын бөлігі 14 см. Енді мына суретте көріп отырғандарыңыздай біз осы ортадан үзік сызықтармен бөлдік. Енді біз осы төртбұрыштың ауданын бөлек табайық, одан кейін барып келесі бөліктің ауданын табамыз. Яғни бірінші 3 пен көбейтеміз 14-ті. 3 көбейтілген 14. 3-ке 14 көбейтетін болсақ, 30, 12, 42. Яғни 42 дегеніміз бұл мына бөліктің ауданы. Яғни мына жағы 3 деп алдық, 12, 14. Біз қазір мына берген фигураны аудан таптық. Бұл 42 тең болды. Енді келесі фигурамызда тура осылай, бірақ біз тағы да 3 пен 14 көбейтетін болсақ, ол кезде мына ауданымыз 2 рет қайталанып кеткен болады. Яғни 2 рет саналып кеткен болады. Сондықтан біз сол жерін ескереміз. 2 рет санамау үшін мына бөлікті қараңыздар. Мына жерде. Мен мына жерді қайтадан былай бөлейін. Мына жасыл сызықпен. Мен қайтадан 3 пен 14 көбейтетін болсам, ол кезде тағы да 42, бірақ ол кезде мына ортадағы ауданды біз тағы бір рет санаған болып есептелеміз. Бізге бір рет қана санау керек. Сондықтан қараңыздар. Мына 14-тен 3-ті алып тастайын. Сол кезде мына бөлік қалып қояды. Қалған екі жақтың мәні ғана қалады. Мына жақ есептелмейді. Яғни 14 пен 3-ті азайтайын. Мәнді мына жерге жазайын. 14-тен 3-ті азайтамын. 11 не үшін азайттым? Себебі мына жерді алып тастауым керек. Мына жағы 3 қой балар. Бұны есептеп қойдық біз. 3-ті алып тастаймын. Қалған екі жақ, яғни қалған дегеніміз мына жағында есептесек болады. Мынау да 3. Мына жағы да 3. Мына жағы да 3. Яғни қалған жағы мына жақ қалады. 14-тен 3-ті алып тастаған кезде қалған екі бөліктің қосындысы жалпы 11 болып тұр. Бірақ ұзындығы бәрібір ені 3 болып тұр. Сондықтан 11-ді көбейтемін. 3-ке, сол кезде 33. 33 дегеніміз осы қалған мына бөліктің ауданы. Енді әрқайсының ауданы жеке-жеке анықтадық, есептедік. Енді осы жерден біз жалпы ауданды анықтауымыз қажет. Олай болса, шыққан екі мәнді жеке-жеке бірмен арай қосамыз. 42 қосылған 33 тең. Демек жауабы 75. Яғни мына суретте көріп отырған бойылған фигураның ауданы. Жақсы балалар, микрофонды кішкене сөндіріп қояйық. Мен қазір есепті тағы да бір түсіндіріп өтемін. Егер есепке байланысты сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып, одан кейін сұрасаңыздар болады. Яғни бірінші қараңыздар, мына берілген суреттегі фигураның ауданын табуымыз керек болды. Бізге қысқа, яғни ені, бұл фигураның мына ені 3, ал ұзындығы жалпы 14 болып тұр. Біз бірінші есептеген кезімізде 3 пен 14-ті көбейттік. Яғни ені мен ұзындығын көбейткен кезімізде жалпы мына фигураның ауданын таптық. Ол 42. Енді келесіде қайтадан біз 3 пен 14-ті көбейтетін болсақ, ол кезде ортадағы аудан 2 рет саналып кеткен болады. Сондықтан біз 14-тен 3-ті алып тастаймыз, 11, одан кейін 13-ке көбейтеміз. 33. Яғни келесі бөлік 33. Енді арай 42 мен 33-ті қосамыз, сол кезде 75. Демек, мына берілген суреттегі фигураның бойылған бетінің ауданы 75 сантиметр квадратқа тең болды. Жақсы, енді сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып сұрасаңыздар болады, немесе чатқа да жазсаңыздар. Жоғарыдағы, яғни бірінші қарастырған есепке ұқсас, яғни мына есепте берген фигураның бойылған бетінің ауданы табу керек. Бірінші, мына әрқайсысы торкөз, яғни шаршы тәріздес торкөздің ауданы 2 сантиметр
Олай болса, мына боялған бөліктің ауданы нешеге тең болатынын табуымыз керек. Ол үшін біз толық тор көздер санап шығамыз. Толық тор көздердің саны 9 толық тор көз бар. Олай болса, біз 9 бен әрқайсы тор көздің ауданы 2 болғандықтан 9 бен көбейтеміз 2-ні. 18. Балалар, бұл 18 дегеніміз толық болған тор көздердің ауданын таптық. Яғни қараңыз, біз мына жерлерді таптық қазір. Мына боялған бөліктің ортасындағы мәнін таптық. Мына осы көк сызықпен сызылған бөліктің ішіндегі аудан 18. Енді қараңыз, біз мына екеуін біріктірейік. Енді келесі бөліктерді әрқайсысы бөлек-бөлек болғандықтан оларды бұлай біріктіріп қарастырайық. Яғни қараңыз, бұлай түсіндірейін. Мына бір бөлікті шетіндегі, сол жақтағы шетіндегі бөлікті бұлай қиып алсақ егер. Аға 26 шыға ма? 26. Сұлтан, жақындадыңыз жауапқа, жақындадыңыз, бірақ кішкене дұрыс жауапқа келмей тұр. Мынаны қиып алайық, Сұлтан, қараңыз. Мынаны қиып аламыз да. Қиып алғаннан кейін мына жаққа, тамаша, жарайсың. Мына жаққа біріктіреміз. Мынаны толтырамыз. Мына қиып аламыз да. Бұлай қарай толтырып жіберетін болсақ, сол кезде мына толады емес пе, балалар? Сұлтан? Енді осыны қарайық. Мынаны біз бері толықтырдық. Сонда мынандай біріне толды қараңыз. Мынау қазір толық болды. Жақындадыңыз. Мынау толды, балалар, қараңдар. Мынау толды, мынау бұлай қаралып келдік, толды. Неше тор көз толды, балалар, мына жерде? 4 тор көз. Демек, әрқайсысы 2-ден ғой? 4-ті көбейтемін 2-ге. 8. Енді дәл сол секілді, қайсы тор көздерді біріктіруге болады, қараңдар? Мына арт жақ. Тамаша. Мына екеуін біріктірейін, дұрыс айтасыз. Мына сол жақта, оң жақтағы мен төменгі жақтағыларды біріктіруге болады. Мына екеуін біріктірейін. Астыңғы тор көзді алайын. Соны жоғарыдағы біріктірейін. Сонда олардың аудандары бірдей ғой, мына екеуі жоғарыдағымен бірдей болғандықтан, мынаны былай қарай толықтыратын болса, сол кезде мына тор көзі толады, 34 болады. Мына да толады. Сонда қараңдар, қайтадан 4-ке көбейтемін 2-ні, 8. Енді барлығын қосамыз ғой, балалар, 18, қосылған 8, қосылған 8. Так, 8 бен 8 қоссақ 16, оған 18 қосатын болсақ 34. Демек, жауабы 34. Есепке байланысты сұрақтарыңыз болса, миға шабуыл 2. Яғни екінші бір логикалық қызықты сұрақ, әрі математикалық есептеу де бар, бірақ логиканы көбірек қолданатын болса, есепті оңай шығаруымыз болады. Яғни жақшаның ішінде 16 азайтылған 1, 16 азайтылған 2, дәл сол секілді жалғастыра береміз, 16 азайтылған 21. Есептің шарты былай. Осы көбейтіннің мәні нешеге тең болатындығын анықтауымыз керек. Яғни барлық жақшаларды көбейтіп шыққан кезімізде қандай жауап шығады? Енді қараңыз, астында А қатары X дегеніміз осы өрнегі, ал Б қатарында 20 деген сан. Яғни біз өрнектің мәнін анықтаймыз, одан кейін барып қайсы қатардың үлкен екендігін салыстыруымыз қажет. Кімде қандай шығаруға байланысты пікір бар? Есепті жалпы қалай шығаруымызға болады? Сұлтан, Арсен? Пікірлер. Арсен, сен қалай ойлайсың? Мұны қалай шығаруға болады? Сонымен оқушылар, миға шабуыл 2 тапсырмасы. Жақшалардың ішінде 16 алынған 1, 16 алынған 2, 16 алынған 21-ге дейін сандар бар. Осы көбейтіндің мәні нешеге тең болатындығын анықтауымыз керек. Яғни енді барлығын жеке-жеке көбейтіп, жақшаларды ашып барып, одан кейін көбейтетін болсақ, әрине үлкен сан шығуы мүмкін. Дегенмен бірақ бұл есепті шығарудың жеңілдеу бір логикасын қарастырайық. Қараңыздар. 16 алынған 1, 16 алынған 2, 16 алынған 3, 4, 5, 6, 7 деп кете береді ары қарай. Яғни ең қызықты бір логикасы болар, қараңдар. Арада шығарып жатқан бәрін жазатын кезде ең арасында 16 азайтылған 16 деген мәнді кездестіруге болады. Қараңыз. Онда келтіре аламыз ғой. 16-тан 1-ді алдық, 2-ні алдық, 3-ті алдық, 4-ті алдық, 5-ті алдық, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни ең арасында балалар, мына аралықта
16 азайтылған 16 деген жақша кездеседі. Былай жазайын. 16 азайту 16. Онда кездеседі бар сен? Арасында бар ма? То есть мынаға дейін тағы да бір көбейтінділер бар. Ал мынадан кейін де арай көбейтінділер жалғаса береді арай. То есть арасындағы біреуін сылады бұларғанда. Ең арасында осында бір өрнек кездеседі, яғни жақшылардың ішінде. Келісеміз осыған? Иә. Қараңыздар. 16 алынған 1, 16 алынған 2, 16 алынған 3, 16 алынған 4, солай кете береміз. Ең арасында 16 алынған 16 деген өрнек шығады. Одан кейін ары жалғаса береді. 16 алынған 17, 16 алынған 18, 19, 20, 21. Енді қараңыз, бізге ең керек осы балалар. 16 азайтылған 16. Бұл өрнектің мәні нешеге тең болады? Қалай ойлайсыздар? 0 болады, дұрыс айтасың. Тамаша. Яғни қараңыз, мына өрнектің мәні 0 болса, мен былай жазайын. Осы өрнектің мәні 0-ге тең болады. Демек қараңыз, мына бүкіл өрнектердің ішінен біреуі 0-ге тең болып тұр. Яғни арада қараңыз, арада. Арасында бір 0 деген сан бар. Енді 0-ды қандай санға көбейтсек те шыққан нәтиже нешеге тең болады? 0-ға тең болады. Иә, 0-ды қандай санға тамаша, дұрыс айтасың. Демек 0-ды қандай санға көбейтсек те балалар, бұл жерде 0 деген мән шығады. Иә, 0-ды қандай жақшадағы санға көбейтсек те бәрі 0. Мына 0 деген шыққан мәнді түсіндіңіз ба, қай жақтан шыққандығын? Яғни біз жақшалардың бәрін тізбектеп жаза беретін болсақ, ең арасында 16 алынған 16 деген бір өрнек кездеседі. Яғни 16-тан 16-дан алсақ бұл 0, ал 0-ды біз қандай санға көбейтсек те бәрібір нәтиже 0-ге тең болады. Солай емес пе? Енді есепті қорытындылайық балалар. Енді қараңыз, сұраққа оралайық. А қатары және Б қатары салыстырыңыз. Қайсы мәннің үлкен болатынын салыстырыңыз? А қатарында X деген мән, X деген осы біздің шыққан өрнектің мәні, яғни X-тің мәні нешеге тең болыпты біздің шығарған кезімізде? 0-ге. Ал Б қатары 20. Әрине, екі қатардан Б қатарының үлкен екендігін табу қиын емес. Бұл жерден жауап Б қатар. Есепке білген сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады болар. Енді сіздің кезегіңіз, яғни тура осыған ұқсас бір есепті қарастырдық. Бұл берілген есепте соған ұқсайды шығарылуы. Енді сіздер есептің берілгеніне қарап ойланып көріңіздер, жауаптарыңызды қазір микрофонды қосып дауыстап айтсаңыздар болады, немесе чатқа да жазсаңыздар болады, бірақ шығарған жауаптарыңызды түсіндіріп айту, яғни не үшін ондай жауап болады, есептің, яғни өрнектің мәні нешеге тең болады деген секілді жауаптарыңызды түсіндіріп айтсаңыздар болады. Яғни кімде жауаптар дайын, бірден де микрофонды қосып, есептің шешімін шығару жолын айтсаңыз. Жауап болады? Жауаптарыңыз? Б жауап. Б қатар үлкен, өрнектің мәні нешеге тең болады? Өрнектің мәні мына есептен? Б ма? 0-ге, яғни 13-ге 17 азайтылған 17 0-ге тең. Тамаша, яғни қандай мән шығады жерде қараңыздар? 0 азайтылған 0, яғни бұл өрнектің мәні есептеген кезімізде арасында қандай жақша кездеседі? Мына аралықта 17 азайтылған 17. Тамаша. Бұл өрнектің мәні әрине 0-ге тең екені белгілі. Демек мына аралықта 0 деген мән. 0-ды қандай санға көбейтсек те бәрібір қайтадан 0 деген жауап шығады. Демек бұл жерден тағы да қай жауап? Б жауабы, яғни Б қатары үлкен болатындығын көруге болады. Жақсы, тамаша, яғни бұл типтегі есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Егер емтиханда кездесіп жатса, яғни бұндай есептерді осы форматта, осы типте шығаратын боламыз, естеріңізде сақтауға тырысыңыздар. Жақсы, олай болса, ары жалғас. Қымбатты достар, біз бүгінгі жоспар бойынша жалғастыратын боламыз. Әзірге біз бүгінгі сабақтың жоспары бойынша бірінші миға шабуыл тапсырмаларын орындадық. Мен қазір жерге белгілеп қояйын. Енді ары қарай кезекті тақырыптарды жалғастыратын боламыз. Демек, миға шабуыл тапсырмасы орындалды. Келесі қайталау типтегі есептерге өтеді. Өздемін табу керек. Иә, оқушылар, қазір бұл жерде суретте біз қандай фигураларды көріп тұрмыз балалар? Қандай фигураны көріп тұрсыздар? Төртбұрыш. Куб. Тік төртбұрыш, яғни кубқа кішкене кубтың үлкендеу түрі, түрін қалай айтатынбыз? Егер барлық қырлар тең болса, әрине куб, яғни текше немесе кубик деп айтамыз. Ал егер бір қыры кішкентай үлкендеу болса, ол кезде ол қандай фигураға мысал болатын еді? Еске түсіріп көріңіздер. Кубик. Кубиктің үлкендеу түрі. Мен бас әріпін айтайын, көмек берейін. П әріпінен бастаймыз.
парпен бастайды, и парпен аяқталады. Көбіне ұқсас, яғни екі тақырып бірге қатар келеді негізінде. Есімізге Жоқ. параллелепипед деген, бұл енді математикада кездескен боларсыңдар, біз сабақ кезінде бір өткенбіз, ұмытып қалған шығарсыздар. Яғни кубтың кішкене ұзын түрі, яғни қабырғалар бірдей болмаған бұл геометрик фигура, бұл параллелепипед деп аталады. Жақсы қараңдар. Бұл типтегі есептерді бізге нені табу керек? Мына берілген параллелепипедтерден, үлкен және кіші параллелепипедтерден құралған фигураның көлемін табу керек. Яғни байқасаңыздар, бұндай типтегі есептерде көбінесе көлем сұралады, көлемді табыңыз деп айтылады. Жақсы, бұл есепті шығарудың бірнеше әдісі бар. Яғни сіздерге қандай әдісі таныс? Мұндай типтегі есептер емтиханда кездескен кезде қандай шығардыңыздар бұл есепті? Пікірлеріңіз, есепті шығару жолдарына байланысты айтарларыңыз болса, айтсаңыздар болады. Сол бойынша жалғастырайық. Типтегі есептерді шығарудың бірнеше әдісі бар дедік. Әзірге былай қарасайық. Мынау жасыл түстегі параллелепипед пен көк түсті параллелепипедтердің көлемдерін жеке-жеке табайық. Жасыл түстегі параллелепипедтің көлемін табайық бірінші балалар. Бұны былай алайын. В1 деп жаза берейін. В1. Қараңыз. Көлемді табу үшін ұзындықтар 6, 3 және 3. Барлығын көбейтейік. 6 көбейту 3, көбейту 3. Барлығын көбейтетін болсақ, балалар, айтыңыздар. Бірінші әдіс бойынша біз жасыл түсті және көк түстегі параллелепипедтердің көлемдерін жеке-жеке таптық. Жасыл түстегі параллелепипедтің көлемі 6 көбейту 3 көбейту 3, бұл 24. Ал түстегі параллелепипедтің көлемі 3 көбейту 2 көбейту 2. Мына жерді түсіндірейін. Мына қабырғаның 3 екенін қалай анықтадық? Өйткені тағы қабырғасы барлығы 5, 5-тен жоғарыдан 3 тартылған кезде мына жағы 2 қалды. Сол секілді мына жанындағы қабырға 3, ал биіктігін табу үшін 6-тан 4 алып тастадық 2. Енді соларды көбейткен кезде біз 12, 2-ін қостық 66. Енді екінші әдісті қолданған кезде болар, бұл әдісіміз енді осыған ұқсас, бірақ жалпы бірінші барлық ең үлкен параллелепипедтің көлемін табамыз. Ол үшін былай жасаймыз. 6 көбейту 5, яғни 6 көбейту 5 көбейту 3. 6 көбейту 5 көбейту 3. Яғни бүкіл аудандарын былай көлемдерін табу үшін 3-тен көбейтіп қаныз. 6 дегеніміз мына қабырға, биіктігі, 5 деген мына табаны, ал 3 деген мына жанындағысы. Бәрін көбейтілді, сол кезде бар жасыл, көк бәрін қосқан кездегі аудан таптық. Көбейтісін аңыздар нешеге тең болады? Көбейтінді? 90. 90, жақсы. Енді қараңыз, 90. Бұл 90 дегеніміз қазір мына жер қуыс қой негіз параллелепипедтің, мына бір бөлігі жоқ қой балалар. Солай емес пе? Мына жерлер. Суретін салайын. Мына былай толықтыратын болсақ егер. Былай жазайық. Параллелепипедтің байқасаңыздар, мына бір жер жоқ, солай емес пе? Иә. Енді біз қазір есептің логикасы былай. Осы қуыс жерді алып тастаймыз. Енді қуыс жердің өлшемдері қалай? Биіктігі 4 болып тұр, табаны жаңа 2 болып тұр, мына жағы 3 болып тұр. Яғни сонда 4 көбейту. Біз бұл есептің жаңа алдыңғы сабақта бірінші әдісін қарастырған болатынбыз, енді қазір екінші әдісін түсіндірейін. Екінші әдісі дегеніміз балалар, жалпы мына параллелепипедтің жалпы көлемін анықтаймыз. Мына қуыс белгілі бір бөлік жоқ қой, сол бөлікті алып тастаймыз ау көлемін. Параллелепипедтің көлемі шығады. Яғни 3, 6, 5 үлкен параллелепипедтің өлшемдерін көбейттік, 90 болды. Енді мына бір қуыс, мына үзік сызықпен сызылған параллелепипедтің өлшемдері 4, 2 және 3. Мына 2 қалай келді, соны түсіндірейін. Ең төменгі қабырғасы 5 болса, 5-тен жоғарыда 3 алып тастаймыз, қалған 2. Мына жағы оң жақтағы қабырға ол 3. Сонда 4 көбейту 3 көбейту 2 24, 90-нан 24 алып тастаймыз, қалғаны мына берген фигураның көлемі. Сонда жауабы 6-ға тең болады екен. Осы түсіндірген есеп бойынша енді келесі тапсырма сіздің кезегіңізге арналады, яғни осыған ұқсас есеп. Қазір жоғарыда түсіндірген осы екі әдіс бойынша сізге қайсысы түсініктірек болды? Қай әдіспен шығарсаңыз, кез келген әдіспен шығаруыңызға болады. Жауаптарды бірге одан кейін талқылаймыз. Қараңыздар, мына берілген параллелепипед, яғни толық параллелепипедті бөліктерге бөліп қарастырсаңыз болады, немесе жаңағы екінші әдіспен шығарсаңыз болады. Осы берілген фигураның көлемі нешеге тең болатындығын анықтау қажет. Есепті шығарып көрейік. Жауаптарыңызды чатқа жазсаңыздар болады. Енді дауыстап айтпай, өйткені басқалар да шығарып көрсін. Жауаптарын чатқа жазған кезде тек қана маған белгілеп, маған жіберіңіздер, мен қарайын дұрыс қате екендігін, одан кейін барып қарайын дұрыс қате екенін айтып. Немесе 8 көбейту 10 көбейту 7 тең болады 560, сосын андай жоқ нені тауып аламыз. Тамаша. Керемет. Сұлтан жарайсың. Сұлтанның жіберген жауабы өте дұрыс. Сұлтан дұрыс жауап жіберді. Енді жауаптарын қарайық, кімде қандай жауаптар келді екен.
Сұлтан, сен дайын отыр, қазір бұл есептерді талқылаймыз, сонда шығару жолына байланысты пікірлеріңді айтасың, қалай шығарғандарыңды айтсаң болады, яғни бірге талқылап түсіндіреміз. Так, Жаннұрдан жауаптар келген секілді еді, бірақ так, қарайық. Иә, Жаннұрдан жауаптар келген екен. Тамаша, яғни Жаннұр мен Сұлтанның шығарған екеуінде әдістері ұқсас екен. Иә, мұны алып тастадық. Тамаша. Жақсы, жауаптар бірдей болды. Жарайсыңдар. Жақсы. Сұлтан, Жаннұр, жауаптарыңызды шығару жолдарын пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Қазір басқа оқушыларға да бір түсіндіріп өтейік. Одан кейін ары Аға, мен екінші жолын шығарып сізге. Чатқа жіберемін. Тамаша. Жақсы. Жаннұр, сіз шығарған жолыңыз бойынша айтсаңыз болады. Есептің шығарылуы түсіндірмесін айтсаңыз болады. Яғни бұл есепті жоғарыда қарастырған бірінші әдіс бойынша қарап көрейік. Ол үшін біздің үздіксіздікпен байқасаңыздар, параллелепипедтерді мынау екі бөлікке бөлдік. Сонда екі параллелепипедке бөлінді, иә? Жоғарыда үлкені және одан кішкентай. Мына қабырға, бұның жеке-жеке көлемдерін табайық. 7, 3, одан кейін бізге мына жағы керек, байқасаңыздар, мына ені. Сонда бұл неше болады мына жақ? Тамаша, бұл 10 болады. Иә. Сонда көбейтеміз бұларды. 7 көбейту 10. Көбейту 3. 210. Тамаша, 210. Енді келесі параллелепипедті қарастырайық. Яғни, мына ұзындығы 10 болып қалады. Биіктігі 4. Мына жерде неше болады бұлар? Мына жерді анықтаңыздар. 5 болады, 8-3. Тамаша, 8-3 тұпсаңыз 5. Сонда 5 көбейту 4 көбейту 10. Көбейтетін болсақ, бұл жерден қандай жауап шығады? 2, 0, 0. 200. Енді осы мәндер бірден қосып жібереміз. Қосқан кезімізде жауап 410. 410. Жарайсыңдар, жауабы 410. Жақсы, екінші әдіспен шығарғандар, Самат, сен екінші әдіспен шығардың, оны айтсаң болады. Ол да өте дұрыс шығарған жол, қате емес. Жауабы ол кезде. Әзірге мына жауабымыз 410. Дұрыс. Жақсы, ол әдіспен де қарастырып параллелепипедтің көлемін табамыз. Одан кейін барып мынау қиық қуыс болған мына жерде бөлігі жоқ қой, соның көлемін тауып алып тастаймыз. Сол кезде жауабымыз 410-ға тең болады екен. Қайталау болар. Енді қайталау екінші қайталау тапсырмаларын өтіп бастаймыз. Өткен тақырыптар бойынша енді аралас типтегі есептер кездеседі. Оларды талқылап өтейік. Бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Нүктелер арасындағы арақашықтық бірліктермен болса, кесіндінің ұзындықтарын салыстырыңыз дейді болар. -1 мен -7-ге дейінгі аралықта ұзындықпен -2 мен -6-ға дейінгі аралықта ұзындықты салыстырайық. Арасында ұзындық нешеге тең болатыны болар. Жақсы, ол үшін бірінші осы аралықтағы сандарды жазайық, пожалуйста. Жақсы. Қайтадан сабаққа ғой. Біз жалғастырайық, қазір түсіндіріп өтемін. Бала, қараңыздар, -1 мен -7-нің арасында қандай сандар бар екен? -2, -6, -5, -4, -3, -5, -6. Дәл сол секілді келесі аралықтағы қандай сандар бар екендігін ойланып отырыңыздар. Қазір мына жерге бірден жазамыз. -2, -6 арасында қандай сандар бар? -3, -4, -5. -5, яғни арасында ұзында болып кетті екен. Жақсы. Мұны былай жазайын. Араздың ішін ашықтау болады екен. -3, -4. Енді сұраққа оралайық болар. Кесіндінің ұзындықтарын салыстырыңыз. Яғни ұзындық, арасындағы ұзындық нешеге тең болатындығын салыстыруымыз керек. Яғни -1 мен -7 бұда 3. Мына аралықты иә, сол ұзындықтарды салыстырайық. Бірінші, мына қарайық, арасында неше ұзындық бар? Ұзындық нешеге тең болады? Мыналар ұзындық деген жолдар. Иә. 1, 2, 3, 4 және 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мына 6 екен арасы, 6 аралық. Демек, мынаның ұзындығы неше балалар? Мына аралық. Ұзындық дегеніміз, яғни теріс сандар емес, ұзындық дегеніміз модуль деп айтқан болатынбыз. Ол оң мәнмен есептеледі. Мынаның аралығы неше ұзындық балалар? Неше бірлік? 6 бірлік. -1-ден 7-ге дейін 6 бірлік. 6 бірлік. Жақсы. Енді -2 мен
минус 6-ға дейін тура сол секілді есептейтін болсақ, неше аралық бар екендігін анықтайық. 4 бірлік. 5. Минус 2-ден минус 3-ге дейін мынау 1 бірлік, мынау 2 бірлік, 3 бірлік, 4 4 бірлік. Яғни демек мына аралықта демек есепке оралайық. Демек қайсы аралық үлкен болып тұр мәндері? Жауап айтайық. А жауабы. Әрине бұл жерде жауабы А-ға тең болады екен. Жауабы. Тамаша, келесі тапсырма жалғастыра берейік. Екінші тапсырма болар. Бұл біз сіздермен аралық теңсіздік, ең үлкен бүтін мән, ең кіші бүтін мән деген санды тақырып өткен болады. Соны бір еске түсіру есіңізде қалды екен. Ең үлкен бүтін сан нешеге тең болар? А қатарында және Б қатарында. Ең үлкен бүтін сан. 8. А қатарына қараңызшы, ең үлкен бүтін сан А қатарында нешеге тең болады? Минус 6-ға тең. Иә, себебі, Жаннұр, не себептен минус 6-ға тең болады? Тамаша, тік жақша болғандықтан біз мынау минус 6-ны біз шеткі нүктесі. Бұны мән ретінде алып, мына жерде минус 6-ға тең. Ең үлкен бүтін мәні. Ал келесінде қараңыздар, екі қатарында ең үлкен бүтін мән нешеге тең болады? Минус 6-ға тең. Иә, бұл да нешеге тең болады? Минус 6. 6-ға. Олар, бұны бұлай да сызбамен оңайырақ түсінуге болады. Бұны санаралық бойынша қарастырған болатынбыз. Мынау минус 8 болып тұр, мына минус 8. Бұл боялады ғой минус 8 дегеніміз, иә? Одан кейін минус 8-ден кейін қандай сан бар? Минус мынауда 7 бар. Одан кейін мынау да боялады. Минус 6. Ал мына жерде минус 7 бұл боялады. Минус 7 боялады. Минус 6. Мына жерде минус 5 боялмайды. Енді жақшылар өте маңызды. Иә, теңсіздік, бұл теңсіздікте жақшылар өте маңызды. Сондықтан жақшаға өте мән беру керекпіз. Біріншісіне қараңыз. Шеткі нүктесі бұл әрине ең үлкен бүтін мәні, суреттен байқап тұрғанымызда бұл мынау минус 6 жауапқа енгендіктен ең үлкен бүтін мәні минус 6-ның өзі болады. Мына жерде минус 6 деп жаздық. Ал мына жерде минус 5 жауапқа енбегендіктен минус 5-ті алмаймыз. Оның алдында қандай сан кездеседі? Минус 6 демек. Мына жерде біз минус 6-ны алдық. Демек екі жақтар өзі тең ғой. Демек жауабы? Жауабы. Жауап. Жақсы балалар. Бұл есепті түсінікті болса, ары қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма. Так, мына жерді қарайық. Келесі үшінші тапсырма өтейік, балалар. Бұл есепте өрнекке байланысты есеп екен, балалар. А және Б сандарын салыстырыңыз. А азайтылған Б минус 4-ке тең. Яғни қараңыз, екі әріптік өрнек бар, екі сан бар әріппен берілген. Солардың азайтындысы минус 4-ке тең. Мен бұлай жазайын. А азайту Б тең минус 4. Енді сіздер айтыңыздар, А және Б-ның орнында қандай сандар болуы мүмкін? Бұлар енді бүтін сандар, азайтындысы минус 4-ке тең болса, орында біз сандарды жазып көрейік. Қандай сандар сәйкес келуі мүмкін? Б үлкен болады. Орында сап көріңіздер, мысалы А және Б-ның орнына қандай санды қойған кезде минус 4 деген жауап шығалады? 4 азайтылған 8. 4 азайтылған 8. Яғни, мен бұлай жаза берейін. 4-тен 8 алсақ. 4-тен 8 алсақ, минус 4 шыға. Солай ғой? Иә? Иә. Дұрыс. Азайтамыз. Келесі тағы да. 10 сандарды қойып көрдік. Ол кезде бәрібір. Бұл кезде қайсы үлкен болып тұр қазір? 4 пен 8 қойған кезімізде әрине 8 үлкен ғой. Бая. Енді теріс сандарды да қойып көрейік бұлар. Теріс сандар. Минус 8 азайтылған. Жоқ. Минус 6 азайтылған. Плюс 2. Қандай санды қойсақ болады? Минус 2. Минус 2 болады ғой? Сол кезде минус 5 плюс мына жақша плюске айналады, одан кейін мына минус 4 шығады. Бірақ қолар қосылып кетеді. Иә, бұл кезде қайсысы көп балалар бұл жерде? Бұл кезде қай сан көп бәрібір? А орнына қойған санымыз көп па, әлде бұл орнына қойған санымыз көп па? Яғни минус 6 көп па, немесе минус 2 көп па? Д болады ағай. Тамаша. Я өйткені бұл жерде енді қарама қайшылық шығып жатыр. Себебі бірінші қатарда бәрібір қарасаңыз,
А қатары және Б қатары, мынау 8, мынау 4. Бәрібір қайсы үлкен? 8. Ал екінші қатарда, жоқ, екінші қатарда, жаңа бұл жерде қарай, түсіндіріп өтейін. Екінші қатардағы мәндерді бәрібір қайсы қарап екендігін мына жерден байқауға болады. Екіншісінде біз А-ға -6 қойдық қой, ал Б-ға -2. Қайсы көп болады болар ол жерде? Мынаға біз -6 қойдық. -2 үлкен бола ма, -6 ма? -2. Иә, бәрібір Б үлкен болып тұр. Яғни қарама-қайшылық емес екен, өйткені бәрібір Б қатарындағы сандардың бәрі үлкен болып тұр. Яғни теріс сан қойсақ та, оң сан қойсақ та. Демек, екі жағдайда да бәрібір Б қатары көп қой. Олай болса, Б-ның орнына қойылатын сандарымыз үлкен болып тұр. Демек, жауап қайсысы болады? Б. Жауап болады екен. Есепке байланысты сұрақтар бар ма олар? Төртіншісінде бірдей тауар сатты, қай дүкеннің тауар қымбат деді. Яғни, екеуінде де баға бірдей тұр ғой. А қатары бағаны 10%-ға азайттық. Яғни біз бұндай есептер шығарған кезде бастапқы баға оңай есептелу үшін 100 теңге деп есептеліп оңай есептеледі. Бастапқы баға 100 теңге болсын, оны біз 10%-ын таптық. 10 теңге болды. Азайттық дегендіктен 100-ден 10 алып тастаймыз, 90. Яғни бастапқы баға 100 болса, ол 90 теңге болды. Енді екінші Б қатарында тура сол сияқты 100 теңгелік затты 5%-ын табайық. Ол 5-ке тең болады. 105 алып тастаймыз, 95. 95-тің тағы да 5%-ын табатын болсақ, 44,75. 95-тен 4,75 алып тастайтын болсақ, 90,170. Яғни екінші Б қатарында баға 90,125. Бұл дегеніміз А қатардағы бағаға қараңыз үлкен деген сөз. Демек, бұл есептің жауабы Б қатары үлкен болады. Бесінші есеп сан аралығының тиісті бүтін сандарының санын табыңыз. Яғни мына аралықта неше бүтін сан бар екендігін табу керек. Жандар бірден есептеп беріңіздер, қандай сандар бар? -3 пен 7-ның арасында қандай сандар бар? -3-тен кейін қандай сан бар? Иә, -3-тен кейін. -3-тен кейін болар. -4 деген мына жағында ғой? Жоқ. -2, одан кейін. -1, 0, 1, 2, 4, 6. Неше сан бар балар? Мына аралықта демек неше бүтін сан бар екен? Мынау боялмай тұр балар, бұл нені білдіреді? Мынау боялмай. Боялса мына 7-ні қосып санаймыз деген сөз. -3-ті санамаймыз. Сонда неше бүтін сан бар арасында? -3-ті санамайсыздар, бірақ 7-ні санаймыз. Есептеңіздер, мен келесі нелерді жазайын. Так, неше сан болады екен балар? Мына -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, 7-мен қосқан кезде 10 бүтін сан. Ал енді келесін қараңыздар. Келесі есепті дәл осылай шығарып көрелік. Б қатарын қараңыз. -1 мен 9-ның арасында қандай сандар бар? -1-ден кейін қандай сан бар? -1-ден кейін әрине бұл 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бірақ қараңыз, екі жағында боялған бұл деніміз еді. Жауапқа енеді ме, жауапқа санамаймыз бұл сандарды? Қалай ойлайсыздар? Яғни теңсіздің екі жағда боялып тұр, демек жауапқа болар екеуін санаймыз, сонда оларды да қосып санау керекпіз болар. Сонда неше бүтін сан бар екен анықтайық. 0-ді, -1-ді санаймыз. -1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек мына аралықта 11 бүтін сан бар. Так, олай болса балалар, бұл есептен көріп отырғанымыздай, қай қатардағы мән үлкен болады екен қараңыз. Әрине, бұл жерде А қатарында 10 бүтін сан бар, ал Б қатарында 11 бүтін сан бар. Бұл жерде қараңыз, Б қатарында біз -1 мен 9-ды қосып санаймыз, екен олар жауапқа еніп тұр. Ал А қатарында -3-ті санамаймыз, 7-ні санаймыз. Сонда жауап әрине Б қатары үлкен болады екен. Ну, қайталана беретін сандар ғой. Иә, дұрыс айтасың. Қайталау қалай айтатынбыз математикада? Шексіздікке дейін қайталанады. Мынау қараңыз, 6-шы мысал қайға байланысты берген есеп. Яғни жақшаның ішіндегі сандар бар. Ондық бөлшек. Бөлшек сан деген секілді. Бұл шексіз
периодтық бөлшек деген бір тақырыпта өткен болып естеріңізге түскен болса керек. Яғни бұны біз ана TikTok формуласымен бір жасаған едік қой, TikTok бөлшектің бөліміне толық 0 жазылады деген секілді, сондай. Енді бұл жерде біз формуланы қолдансақ болады әрине, бірақ формуланы қолданбастан мына санның қайсы үлкен екендігін бірден не анықтасақ болады екен. Біз сандық сипаттамаларда уақыт маңызды болғандықтан біз бұндай есептер емтиханда келсе формула қолданбай бірден шығарып бастаймыз. Қараңыз, 2,7 жақшаның ішінде қай сан келіп тұр болады жақшаның ішінде? Жақшаның ішіндегі санымыз бұл 57 ғой. Демек, қайталанатын сан қай сан деген сөз? 57 деген сан балалар қайталана береді. 57, 57, 57, 57. Мына жақшаның ішіндегі сан бар ғой 57 дегеніміз. Бұл период санның қасиеті бойынша бұл жақшаның ішіндегі сан, яғни өтірден кейін шексіздікке дейін қайталана беретін сан, ол жақшаға алынып қоя салады. Яғни 57 деген сан жақшаға алынса, онда бұл 7-ден кейін 57 деген санымыз қайталана береді деген сөз. 57 кете береді шексіздікке дейін. Ал келесінде дәл солай жазайық. Қараңыз, жерде қай сан қайталанады? 7. Иә, бірінші 2-ні жазамын, иә, 7-ні жазамын, одан кейін 5-ті жазамын. Иә? Одан кейін қай санды жазамын? Қараңыздар. Қайталансан 7 жазамын. 7-ні жазамын. 7, 7, 7, 7, 7, 7 деп жазамын. Енді жауаптарыңызды айтыңыздар. Бұл жерде балалар қайсы қатар үлкен? Яғни қай мән үлкен екендігін көруге болады? А қатар үлкен ба, немесе Б қатар үлкен ба? Яғни А қатарында балалар, мынау екеуі салыстырайық. Мына екеуі бірдей. Я, мынау алғашқы сандары 2 ғой балалар. Бұл бірдей болып тұр. Одан кейінгісі 7 бірдей болып тұр. 5 бірдей болып тұр. 7 бірдей болып тұр. Енді келесі санды қараңыздар. Кейінгісінен тұр, одан кейінгі санда. Біріншісі мынау 5 болса, мынау екіншісі көп болады балалар бұл жерде. Былай жазылды. Б-ма? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Б-да 5-ші саннан бастап 7 болып кетті, ал мынада 5, 7, 5, 7, яғни 57 көп па, 77 көп па деген секілді былай салыстырсам. Сонда әрине бұл есептің жауабы мына 2 қатардың ішінде үлкені бұл Б қатары үлкен болады екен. Демек жауабы. Есепке байланысты сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады болар. Сонымен болар, 7-ші есеп X және Y координаталар жүйесіне байланысты берген есеп. Бұл жерде қараңыздар, X және Y қайсының мәні көп екенін алыстыру керек. Әрине, бұл үшін біз мынау координаталар жүйесіндегі X және Y қайсы өске белгіленетінін білуіміз керек. Мына көріп отырғанымыздай, мына Y өсі дегеніміз балалар, мынау вертикал, яғни тік болып тұрған өс. Бұл Y өсі деп қарастырылады, ал горизонтал болып тұрған өсіміз бұл X өсі. Яғни Y-тің мәні мынау осы өстің бойына жазылады. Енді қараңыз, ал X-тің мәні горизонтал тұрған берген өрнектің осы өстің бойына жазылады. Яғни қараңыз, мына нүкте берілген болса, біз тура ол нүктені, А нүктесін X және Y түзулеріне дейін жалғастыратын боламыз. Жалғастырамыз. Яғни мұнан былай қарай түсірейік. А нүктесін, яғни X дегеніміз мына жерге келеді, сәйкес келетін нүкте X. Ал Y дегеніміз Y өсіне сәйкес келетін нүктеміз болар. Яғни бірінші X, одан кейін Y. Енді мынау координаталар жүйесінде қараңыздар, мына жерге мен қосымша тағы да сызып қояйын, бірден айырмашылығын байқау үшін. Мына жақ Y, мына жақ X. Яғни Y-тің жоғарыдағы жақ салынғандарда 10 сында жазады, яғни 1, 2, 3, ал төменге керісінше теріс сандар. -1, -2, -3 деген сияқты жалғасады. Ал X-те де тура осылай, бірақ керісінше оң жаққа оң сандар, мына жаққа X-те деген сияқты. Ал енді сол жаққа теріс сандар, тура солған теріс сандар. -1,
минус 2, минус 3. Енді балалар, салыстырайық, қараңыздар. Мынау осыға байланысты бір мысал келтірдік. Енді қараңыз. X мына жерге кететін болса, X осіне түсетін болса, X дейміз. X мына жерге түседі екен. Ал Y мына жерге түседі екен. Яғни қараңыз, біз мына жақтан түсетін сандардың барлығы қандай сандар екендігін көруге болады, балалар. Y-ге қай жаққа түссе де, бұл Y-ге түсетін сандардың барлығы, мына жаққа түсетін сандардың барлығы. Оң мына жер егер А нүктесінде былай белгілей салайық. Y тегі мынаған түсетін, демек Y-іміз тек қана мынаның барлығы Y түрі болуы мүмкін ғой. Демек оң сандар. Ал X-ге қарай түсетін сандар, мына жақтың бәрі X-ге қарай түсетін сандар, бұл теріс сандар. Мына жерге былай жазайын. X-дің орнына сәйкес келетін сандарымыз, бұлардың барлығы теріс сандар, яғни X теріс сандар. Ал Y дегеніміз ол оң сандар. Енді жауаптарыңызды айтыңыздар. Яғни қайсы қатардың мәні үлкен болады? X теріс сандардың мәні үлкен бе, әлде оң сандардың мәні үлкен болады ма? Жауаптарыңыз? Яғни теріс әрине жауап өзде болады. Оң сандар барлық уақытта теріс сандарға қарай. Мына балалар, оң жақтағы салған мен жағына салған сурет түсінікті болды ма? X пен Y-ті біз координатаға белгілеген кезде қайсысы қай жерге белгіленеді? Бұл енді математикадан сіздерге қазіргі уақытта енді өтіліп жатқан болуы мүмкін, немесе өтілген де болуы мүмкін. Сол кезде толығырақ тағы да қарайсыздар. Яғни X Y көсінің Y жоғарыға қарай оң сандар, төменге қарай теріс сандар. X оңға қарай оң сандар, солға қарай теріс сандар. Мына біз A, X, Y деген әріптерді осы координатаның бойына түсірген кезімізде Y қарай түсетін сандардың бәрі оң сандар, ал X-ге қарай түсетін сандардың бәрі теріс сандар. Осы жерден Y-тің мәні X-тен үлкен болатындығын көруге болады. Оқушылар, сабақтың соңғы бөлігін қазір біз кішкене бақылау форматына тапсырманы аяқтайтын боламыз. Мына жерде экранда 4 тапсырма. Сандық сипаттамалар ережесі бойынша әр сұраққа негізі 30 секундтан уақыт беріледі. Яғни шын емтиханда, зым емтиханда 60 сұраққа 30 минут уақыт беріледі. Сондықтан біз мына жерге 4 есепке 2 минут қана уақыт береміз. 2 минут ішінде жасап шығасыздар. Одан кейін барып жауаптарын тексеріп талдайтын боламыз. Ендеше уақытты белгіледім. 3, 2, 1 бастайық. Жауаптарын дәптерге немесе параққа жазыңыз, одан кейін барып соңынан бұл есептердің жауабын тексеретін боламыз. Сәттілік есептерді шығарып бастайық. Егер есепті аяқтаған болсаңыздар, жауаптарыңыз дайын болса, чатқа жауаптарыңызды жолдаңыздар. Енді дауыстап айтуға болмайды, басқалар осы берілген уақыттың ішінде жасап шығу керек. 1 минут уақытымыз өтті балалар. Енді 1 минут қана уақытымыз қалды. 1 минуттан кейін есептерді талқылап, жауаптарын тексеруге бастайық.